Дәл қазір менің астындағы әріптесім Айжан Шамшиддин сайлаудың алдын ала қорытындысы бойынша ақпарат таратуға дайын. Айжан, учаскелердегі дауысты санау аяқталды ма? Қайырлы кеш Асыл, қазіргі уақытта ел өңірлері мен шет елдердегі сайлау учаскелерінде дауыстарды санау аяқталды. Сонымен нақтыланған сайлаушылар тізіміне сәйкес 8 миллион 300 мың 46 адам дауыс беруге арналған бюллетендерді алған. Ал биылғы сайлаудың жаңашылдығы бәріне қарсы бағанын 460 мың 484 немесе 5,18% сайлаушы таңдаған. Өңірлер арасында Жетісу облысындағы белсенділік жоғары болды, одан кейін Қызылорда облысы және үштікті Түркістан облысы түйіндеп тұр. Ең төменгі көрсеткіш Алматы қаласында, мұнда тұрғындардың небәрі 28,72% келген. Нақтыланған сайлаушылар тізімдеріне сай Қазақстан Республикасы азаматтарының жалпы саны 11 миллион 953 мың 465 адам құрады. 8 миллион 300 мың 46 адам немесе 69,44% дауыс беруге арналған бюллетендерді алды. Ал шетелдік сайлау учаскелеріндегі жағдайға тоқталсаң. Асыл сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, Ресей, Түркия мен Өзбекстандағы қазақстандықтар белсенді дауыс берген. Қазір шетелдегі барлық учаскелік сайлау комиссиялары жұмысын аяқтады. Қазақстан Республикасы азаматтарының көпшілігі Ресейде дауыс берді. 2600 адам. Сайлаушылар саны бойынша екінші орында Түркия 1423 адам. Және үшінші орында Өзбекстан 591 Қазақстан азаматы. Бүгін бірнеше елдің президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты құттықтап жедел хат жіберген. Қытай, Беларусь пен Ресей басшылары реформалауға бағытталған бастамаларға сәттілік тілеген. Ал осы сайлауды басынан аяғына дейін бақылаған байқаушылар болса, электоралды үрдіс толық сақталды деп отыр. Олар сайлау комиссиясы мүшелерінің кәсібилігі мен құжаттарды толтыру сауаттылығын атап өтті. Жалпы құқық қорғау органдарының мәліметінше, сайлау қалыпты жағдайда өткен, қандай да бір құқық бұзу дерегі тіркелмеген. Осы сайлауға ел қазынасынан атап өтейін 20 миллиард теңге бөлінген. Инфляция бюллетен шығаруға да әсер еткен екен. Бұл науқанда әр бюллетенді шығаруға 22 теңгеден кеткен. Ал мысалы 2019 жылы сайлауда салыстырып кетейін 11 теңге болған. Ал сайлаудың нақты нәтижесі алдағы күндері мәлім болады. Содан кейін ғана президенттің инаугурациясы өтеді деп күтілуде. Асыл.